Мен Африкада тұрып жүргеніме 5 жыл болады, және 5 жылдың ішінде мен 4 тұратын жер ауыстырдым. И мне есть что сказать. Бірінші, осы тұрып жүрген, данный момент тұрып жүрген үйімді айтайын. Бұл жерде уже 2 жыл болды тұрып жатқанымызға. И бұл жердің районы біраз қорқынышты болғандықтан пешком шығып жүре алмайсың. Мен вообще шықпаймын, тек қана машинамен шығамыз. Бұдан алдын тура осы районда үйдің жанында отельде тұрдық. 3 ай тұрдық ол жерде. Себебі бізді сол кезде үйіміз болмаған еді. Хотя бұл район нормально десек бұл. Үшіншісі, ол жерде тоже ең ұзақ тұрған жеріміздің бірі. Ол жерде біз 2 жыл тұрдық. Жаңа баламды босанып келгеннен бастап сол жақта тұрған болатынбыз. Ол жер маған өте қатты ұнаған еді. 150 метр квадрат, одан кем емес, 180 шығар, даже үй үлкен еді, прям маған ұнаған еді, и виды да классный. Но бір минусы бар. Ол жерде үйдің алдында свалка болатын, и бүкіл район сол жерге мусорын сойға тастайтын да, и біздің үйдің алды сасып тұратын. И сосын жаңбыр жауған кезде сол свалканың бәрі бір жижаға айналып, бүкіл канализацияны бітеп тастап, үйдің алдының бәрі су болатын. И ол су болғанда бір күнде кетіп қалмай апталап сол жерде тұра беретін, сасып, короче, үйден шыға алмайсың, не кіре алмайсың, короче, сондай болатын. Сондықтан ол үлкен минусы еді. Еще сол үйде тұрып жүрген кезде біз бірінші этажда тұратынбыз, и екінші этаждағы адамдар бассейн бар ғой, детский бассейн, соны қосып біздің үйді чуть не затопили. Вот, короче, үйдің ішінде бассейн құраған ғой, короче. Ал одан алдын почти 1 жыл, 8-9 ай басқа бір районда тұрдық. Ол жерге тұрған үй тоже ұнады, себебі новый еді. И ол жер министрдің үйін жаны болғаннан кейін безопасный еді, тоже шығып жүре аласың, күшті еді. Бірақ үй новый, и біздің спальный жақ именно салынбаған, точнее салып біткен үй, бірақ сол жақта просто шлакоблок тастап кеткен ғой. И сол жерде судың защитасын істемеген, и біздің сол стена біздің спальняға келді, и постепенно бұл жақта жаңбыр қатты ғой, постепенно 2-3 айдан кейін ол стена көгере бастады. Сосын біз спальнядан салонға көшіп кеттік. Ұйықтайтын жер дұрыс емес болып кеткен соң, көгеріп кеткен соң комната. И біраздан кейін қарасам, көгергеннің орнында, короче, құрттар пайда бола бастады ғой стенада. И сосын, соответственно, біз ол үйден көшіп кеттік. Плюс ол үйдің кухнясы прям кішкентай еді. Вот. Бұл жақта, короче, тұрып жүрген жердің бір жері плюс болса, обязательно бір үлкен минус болады. Мен соны түсіндім.